Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда мен жалпы өттің іркілуі жөнінде айтатын боламын, және де ол қандай симптомдармен көрінеді, организмде қандай өзгерістер болады, және оны біз қалай алдын аламыз, сол жайында бүгінгі видеом болатын болады. Жалпы өттің іркілуімен қазіргі кезде көптеген адамдарда кездесіп жатыр, және де оны көбісі қазіргі кезде аса мән бермейді. Ауру деп санамайды, және де оны аса артынша мысалы операцияға дейін жеткенше жүре береді. Питаниесі дұрыс болмайды. Жалпы өттің іркілуі кезеңінде организмде қандай өзгерістер болады? Яғни адамда қандай симптомдар көрініс беруі мүмкін? Яғни бірінші ол организмге шығатын дәреттің дұрыс емес болуы. Яғни іш өтуі мүмкін, немесе іш қатуы мүмкін, керісінше. Бұл жалпы бүкіл ас қорыту жүйесіндегі, әсіресе ұйқы безінде, өттегі, одан қалды ішектердегі жұмыстың дұрыс емес болуы нәтижесінде іш қату немесе іш өтуі мүмкін. Одан бөлек жалпы интоксикациялық белгілер, және де тамақ жегеннен кейін, әсіресе майлы тағамдарды жегеннен кейін, ауыр тағамдар жегеннен кейін кекірудің пайда болуы мүмкін, және де оң жақ қабырға астында ауырсыну сезімінің пайда болуы, және одан бөлек жаңағыдай ұйқының дұрыс болмауы, денеден жағымсыз иісті тердің бөлінуі, және соңғысы бұл жалпы көздегі қызарулардың пайда болуымен. Мысалы, ол адамда көзде проблема болмауы мүмкін, немесе барлығы дұрыс болуы мүмкін, стресстік жағдайлар болмауы мүмкін, бірақ соған сәйкес азанда ұйқыдан тұрғанда, немесе белгілі бір жұмыс істеу барысында болсын, может көздің қызаруы байқалады. Бұл тоже өттің қызметтің дұрыс емес болуы нәтижесінде. Және асқыну кезеңде сарғаюлар, және дененің қышуы, дененің құрғауы секілді белгілер пайда болады. Осы белгілердің пайда болуының ең бірінші себебі судың дұрыс емес ішілуінен. Яғни дұрыс емес организмге су түсуі мүмкін. Ол тағаммен болсын, немесе кәдімгі сумен болсын, организмге дұрыс емес мөлшерде су түскеннің нәтижесінде өтте іркілулер пайда болады. Жалпы бұл күніне 14-15 стакан су ішу керек деген мағынада емес, оны дұрыстап ішу керек. Салқын болмау керек, қатты ыстық болмау керек. Салқын болса, ол ас қорыту жүйесінде өттің сіңірілуіне өте қиындау болады. Ал егер де ыстық болатын болса, онда ол өтте раздражение, яғни тітіркену пайда болуы мүмкін. Одан қалды өңешімізде проблема туғызуы мүмкін. Артынша өңештің рагіне алып келеді. Және де судың температурасы, дененің температурасынан сәл жоғары болған дұрыс. 38 пен 40 градустың арасында болса, бұл нормально болып саналады. Және таңертең азанда тұрған кезде міндетті түрде 2 стакан жылы су ішу керек. Жаңағы айтылған температура деңгейінде таңғы асқа дейін 40-45 минут бұрын ыстық суды, жылы суды ішкен дұрыс. Және бұл ас қорыту жүйесінің алдын ала дайындық есебінде болады. Тамақты қорытуға да бізге жеңілге түсетін болады. Одан қалды екіншісі, бұл қазіргі кезде адамдардың көбісінде кездесетін негізгі мәселе гиподинамия. Бұл гиподинамия деп отырған қозғалыстың аздығы. Қазіргі кезде адамдар вообще қозғалмайды десем де болады. Бір орында жұмыс отырып жасайды, тренировкамен айналыспайды, спорт деген екінші орынға қалып жатыр, даже последний орында жүр, қозғалмасам да болады деген секілді ұстанымдар туындауы мүмкін. Жалпы көбірек қозғалу керек, 10 000 күніне 10 000 шақтан жасаған дұрыс. Және де белгілі бір спорттың түрімен айналыссақ, бұл біздің организм үшін өте жақсы. Жалпы өт бұл бұлшықетті ағза, орган, соған байланысты ол всегда қозғалыста тұрғандықтан ода бізде гипертонус, гипотонус деген болады. Егер біз қозғалмайтын болса, өтте өзінің бұлшықетті қызметін дұрыс орындамайды, сәйкесінше гипотонус байқалады. Яғни тонусы төмендейді де, кейін артынша өттің іркілуіне алып келуі мүмкін. Келесі бұл үшіншісі стресстік кезеңде тағамды қабылдау. Мысалы, сіз өзіңізге ұнамайтын компанияда отырып тамақ жейсіз, немесе жұмыстың кезінде асығыс жей саласыз. Негізгі тағамды расслабленный күйде тамақты жеген дұрыс. яғни босаңсыған күйде. Мысалы, белгілі бір собеседованияға барасыз, немесе белгілі бір жұмысты істер алдын сіз уайымдап тұрасыз да, сол кезде тамақты жесеңіз, бізде организмде кортизол деген гормон бөлінеді бүйрек үсті безінен. Ол тағамның жалпы сіңірілуіне өзіндік кері әсерін тигізеді.
ол стресстік гормон, және де бұл кезде ас қорыту жүйесінде раздражение пайда болады да, дұрыс бөлінбейтін болады, дұрыс тағам қорытылмайтын болады. Соның нәтижесінде бізде өте проблемалар пайда болуы мүмкін. Және де одан бөлек, мысалы, тағам жеген кезде телевизор қосып қою, немесе сотка шұқылап отыру, осының бәрі негізгі стресстік ситуацияларға жатады. Тамақты негізінен жаңағыдай өз тыныш уақытта, өзіңіз қалған кезде, қатты, мысалы, қарныңыз ашпаған жағдайда егер нормальный состояниеде отырып жеген дұрыс деп ойлаймын. Және бұл организмдегі өттің жалпы ас қорыту жүйесінің дұрыс қызмет атқаруына өз әсерін тигізетін болады. Және қазіргі кезде кішкентай балаларда да өте проблема кездесіп жатыр. Яғни бұл деп отырғанымыз біріншіден ата-аналардың дұрыс емес тағамға, балалардың тағамына дұрыс емес қарауынан, яғни дұрыс емес рационды тағайындауынан. Ол деп отырғанымыз көбінесе тәтті тағамдар, ұнды тағамдар, майлы тағамдар көп жегеннен балаларда да қазіргі кезде өттің іркілуі ерте жастан бастап кездесіп жатыр. Ата-аналар, сіздерге ескертуім, алдын ала сіздерге айтатыным, балаларыңыздың тағамдарына, ішіп жатқандарына бәріне мән берілулеріңіз керек. Және де оларды да кішкентай кезінен бастап дұрыс тамақтануға үйреткендеріңіз жөн. Одан бөлек, міндетті түрде тағамда біздің организмімізге керекті май, белок, көмірсулар. Жалпы биохимиялық процесстер бойынша майдан көмірсуға айналады, көмірсудан майға айналу бірақ өте қиын. Және де белоктан осылай белок, май, көмірсу үшеуі өзара бір-бірімен биохимиялық процесстер бойынша бір-біріне айналып отыра алады. Бірақ та соған қарамастан организмге өттің қызметі дұрыс жұмыс жасау үшін май керек болып саналады. Жалпы өтте проблемасы бар адамдарға кейбір дәрігерлер жаңағыдай 5-ші стол, майсыз тағам же деп диетаны тағайындауы мүмкін, бірақ та май да организмге керек. Ол организмге түспесе де өттің жағдайы страдать ететін болады. Неге десеңіз, жалпы өт екі слойдан, екі беткі беті бар, ішкі беті бар да. Сол анатомиялық процесстері құрылысы бойынша айтатын болсам, оның беткі беті суға еритін, ал астыңғы беті майға еритін бөлігі болып табылады, майлы бөлігі. Және осылай су мен майдан екеуі қосылып, өзінің өт бөлінетін болады. Бұл негізінен ақылға сыймайтын нәрсе, бірақ Құдайдың өзін жаратып қойған құдіреті. Сол үшін организмге, именно өтке су да, майда керек. Май деп отырғанымыз организмге жеңіл тиетін, ондай қатты қиындық тудырмайтын қорытылуға өсімдік майлары, мысалы, кәдімгі сары май, одан бөлек кейбір құрамда майы бар дәнді дақылдар, мысалы жаңғақтың құрамында майы бар, және осындай секілді майларды қолдану организмнің жалпы өттің іркілуіне кесірін тигізбейтін арнайы тағамдардың бірі осылар болып табылады. Және де өт негізінен үздіксіз бөлініп отырады да, егер де организмге май түспейтін болса, ол жиналып, сол өзінің пузырда сөйтіп қалып қоятын болады. Және де артынша ол басқа да нәрселерге айналып кетуі мүмкін. Одан бөлек организмге белок, клетчатка керек. Белоктан өзіміз білетін тағамдар, яғни жұмыртқа, тауықтың еті, ет, кәдімгі негізі өте көп та белокты тағамдар. Және де осыларды өзіміздің организмімізге сәйкестендіріп қолдансақ, онда бұл организмге жақсы әсерін тигізетін болады. Мен айтқан болатын, организмге жалпы 1 грамм на килограмм белок керек, яғни есептеп отырсаңыз. Егер күніне, мысалы, сіздің салмағыңыз алдыңғы видеоларда айттым, белок туралы түсіндірдім, қандай белок керек, сол жөнінде алдыңғы видеомнан көрсеңіз болады. Және де сол жерде қанша белок организмге керек, және қандай тағамдарда болады, сол жөнінде айтып кеткен болатын. Одан бөлек үшіншісі ол клетчатка. Клетчатка ол жасыл өсімдіктерде болады. Жасыл өсімдікті тағамдарды көбірек рационға қосу керек. Салат түрінде жесеңіз болады, тағамға қоссаңыз, өзін жесеңіз. Жалпы клетчатканың организмге берер әсері өте көп. Бұл ас қорытудың жалпы бұлшықетті қабатының тез жұмыс жасауына, тонусының жақсаруына, жалпы ас қорыту процесінің дұрыс жүруіне жақсы әсер етіп отырады. Сондықтан бұл ескертуімді қабыл алсаңыздар болады. Және де одан кейінгісі бұл организмге магний мен белгілі бір шөптерді қолдану.
Жалпы магнийдің неше түрлі формалары бар. Олардың ішінде магний цитраты бұл негізінен жаңағыдай запордың кетуіне жақсы әсер етеді. Бірақ та сізде өте мысалы тағамды дұрыс емес жеп жатсаңыз, немесе өте сізде бұрыннан проблема болатын болса, онда бұны сіздерге қолдануға кеңес бермейтін едім. Және де кейбір өсімдіктер, шөптер бар, қолдануға болатын, өттің қызметін жақсартуға қатысатын. Және де бұларды да қолдануларыңызға көп мөлшерде қолдануға кеңес бермеймін, бірақ та егер де осы өттің алдын алу мақсатында осыларды ішсеңіздер болады. Және де висцералды массаж, оны белгілі бір мамандар да жасай алады, бірақ та өзіңізде жасасаңыз да болады домашних условиях. Жалпы өт бізде оң жақ қабырға астында орналасады. Оны сол точкасы бойынша қабырға астында уқаласаңыз да болады, немесе жалпы ас қорыту жүйесінде сағат тілімен айналдырып отырып массаж жасасаңыз, бұл жалпы ас қорытудың жақсаруына белгілі бір кішкене де болсын әсерін тигізетін болады. Және де тюбаж қазіргі кезде қатты дамып жатыр. Қазақстанда өте көп тюбаж жасайтын жерлер өте көп. Және де бірақ сіз жасадыңыз, жақсы әсер етеді, бірақ та оның бір жанама әсері қатты интоксикация беретін болады. Және де одан бөлек сіз тағамды, рационыңызды дұрыстамайтын болсаңыз, дұрыс тамақтанбасаңыз, бұл тюбаждың сізге беретін әсері 0. Себебі сіз өзіңізді тек тюбаж ғана құтқарып қалады, өттің іркілуін тек тюбаж ғана емдей алады десеңіз, онда қателесесіз. Басқа да емдік әсерлерді, профилактикалық шараларды қосуыңыз керек болады. Сол кезде бізде барлығы идеальны болады. Жалпы қорытындылайтын болсам, сіздерге айтылған осы кеңестерді соңына дейін жасаңыздар. Застой желчи, яғни өттің іркілуі болса да, болмаса да, бұл кеңестерді қолдануларыңыз керек. Тек тюбаж және де белгілі бір алдын алатын дәрілерді ішкеннен басқа дұрыс тамақтану ережелерін, белгілі бір витаминдерді қабылдау жетіспейтін жағдайда, және осылардың барлығын рационға қосу, бұл организмге қатты зиян тигізбейді. Және де бұл сіздің организміңіздің 100% жұмыс істеуіне, әсіресе өтіңіздің қызметін жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Сіздермен бірге болған Дана Асқарқызы, Дана мен денсаулыққа каналы. Егер де бүгінгі видеом сіздерге ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жазып, және де арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет, сау болыңыздар.